Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен Акон Тажыбаев. Мен бүгінгі блогымдағы қалай масса жинау керектігін көрсететін боламын. Ең бірінші мен өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Акон Тажыбаев, фитнес модель, фитнес тренер және де болашақ актер. Менің спорттағы жетістіктерім ол ауыр атлетиканың спорт шебері және бодибилдингтен жарысқа шығатын атлет болып есептелемін. Менің ең бірінші жарысымда Қазақстан чемпионатына үздік төрттіктер құрамына ілінген болатынмын және де бұл әлі бастамасы. Мен ауыр атлетикаға ең алғаш келген кездегі салмағым 51 килограмм болған, одан кейін мен 77 килограммға дейін өстім. Ол кезде мен ауыр салмақпен жұмыс істегендіктен менің салмағым тез өсті және де мен күніне көп тамақ жеген болады. Нәтижем жұлқа көтеруден 110 килограмм, серпе көтеруден 140 килограмм және де отырып тұру яғни приседаниеден 200 килограмм және де тягіден 230 килограмм нәтижесін көрсеткен болатынмын. Мен бодибилдингке келген кезде мен салмағым сол 77 килограммнан өспей қойды. Өйткені мен ауыр салмаққа емес, ол кезде көп повторениеге жасаған болатынмын. Сондықтан да бірақ менің салмағым керісінше түсе бастады. Өйткені менің денемдегі артық майлардан айылып тек таза бұлшық еттер ғана шыға бастады. Сондықтан да мен масса жинауды 3 этапқа бөлдім. Ең бірінші дұрыс тамақтану, екіншісі дұрыс тренировка жасау, үшінші спорттық тағамдар. Ең бірінші ол дұрыс тамақтану. Егер де сіз сапалы таза бұлшық ет қалайтын болсаңыз, онда сіз сапалы тамақтанғаныңыз жөн. Егер де сіз экдоморф болсаңыз, онда күніне 6 рет 8 рет тамақтану керек. Сәйкесінше тамақтар өте пайдалы, құнды белокқа бай тамақтар болу керек. Оның ішінде овсянка, жұмыртқа, асылған күріш, асылған гречка, асылған тауықтың еті, кәдімгі ет болсын, сүзбе, сонда белокқа толы тамақтар жесеңіз, сізде таза бұлшық ет шығатын болады. Және де екіншісі ол дұрыс тренировка жасау. Егер де сіз тағы да экдоморф болсаңыз, онда сіз ауыр вестермен жұмыс жасауыңыз керек. Егер де мен өзім масса жинаған кезде базалық жаттығуларды көп жасаймын. Ауыр веске бірақ көп повторение емес, аз повторение жасаймын. Сол кезде менің массам тез өседі. Және де достар, ең маңыздысы осы базалық жаттығудың ішінде отырып тұру, яғни приседания, тяга, жымлежа. Осы үшеуін мен масса кезеңінде көп жасаймын. Және де тағы да айта кететім, ауыр веске бірақ көп повторение емес, аз повторениеге, 3-5 повторениеге жасаймын. Және де ең маңыздысы біз техниканы дұрыс жасауымыз керек. Әйтпесе бұндай базалық жаттығулар көп травма алып келеді. Тренировка кезінде әр адамға өзінің генетикасына байланысты және тамақтану режиміне байланысты өзінің тренировочный программа болу керек. Егер де дәл осы жағынан сұрақтар болатын болса, маған комментке жазыңыздар. Қолымнан келгенше сіздерге жауап қайтаруға тырысамын. Үшінші этап ол спорттық тағамдар. Сіздерге тез масса жинауға көмектесетін спорттық тағамдар: протеин, гейнер, креатин, омега-3 және де БЦА. Осылар сіздерге сәйкесінше тез масса жинауға көмектесетін болады. Алдағы блогтарда осылардың әрқайсына тоқталып өтемін. Және де достар, алда уақытта көптеген жаңа видеолар шығып тұрады. Мені қолдап лайк басып және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Сау болыңыздар достар.